Қазір страх и жадности деген индикатор бар. Сол индикатор бізде страх деңгейінде тұр. Оны мен не екендігі YouTube каналдан да айтып түсіндіретін боламын. Жалпы мен айтқым келген нәрсе, қазір криптовалютаның бағасы өте жақсы деңгейде түсіп берді. Яғни бұл мен үшін және криптоға алғаш кіргісі келетіндер үшін жақсы момент, жақсы кезең. Осыдан 1,5-2 жыл бұрын криптоның бағасы 120 мың долларға дейін өсті. Оның алдында бағасы 50 мың доллар болған. Мен өзім сол кезде крипто портфель жасап, 50 мың доллар, 60 мың доллар тұратын кезде монета сатып алдым. Bir жылдың ішінде менің крипто портфелім 10 есе өсті, 10x берді. 2023, 24, 25 жылдары. Яғни дәл осындай бізде криптовалюта саласында циклдар жүріп отырады. Қазір крипто бағасы 120 мыңнан тағы да 2 есе түсті. Қазір өте жақсы кезең. Криптовалюта сатып алыңыздар. Монеталарды да таңдаңыздар, сатып алыңыздар. Мен сіздерге нақты айта аламын, алдағы 1-2 жылда кемінде 3 есе, 4 есе портфельдеріңіз өседі. Енді қалай сатып алады, қандай монета сатып алады, сол туралы кішкентай айтып өтейін қысқаша. Жалпы криптовалютаны біз биржада ұстаймыз. Binance деген биржа, әлемдегі номер 1 биржа, криптовалюталық. Сол жерде валюталарын сақтайсыздар, сенімді биржа, Қазақстанда лицензиясы бар. Сол жерден сатып аласыздар. Енді криптовалютаны сіздер басқа жерден ала алмайсыздар, банктен немесе басқа жерден. Сізге биржа керек болады. Осы биржаға кіріп, осында монеталарды таңдап, өзіңізге сатып аласыз, және ол сіздің шотыңызда тұра береді. Қашан сіз сатқаныңша ол сіздің шотыңызда тұрады. Толығырақ видео инструкция қалай тіркеледі, қалай сатып алады, мына жерде видео шығады, сол видеоға кіріп, тіркеліп, жасап алсаңыздар болады. Енді ол өте пайдалы биржа. Мен өзім сол биржамен серіктеспін. Осыған дейін Европаға мен конференцияға шақырды, Дубайға шақырды, және Алматыда осылай жылына 1 рет, 2 рет, 3 рет конференциялар ұйымдастырып тұрады. Сол жаққа міндетті түрде барып, қатысып, көріп отырыңыздар. Өйткені өте пайдалы ақпараттар беріледі. Енді сіз осы салада жүргеннен кейін сол адамдардың ортасына қосыласыз, осындай керемет ақпараттар аласыз. Мен қазір Шымбұлаққа бара жатырмын. Олар Шымбұлақта бүгін жақсы бір конференция ұйымдастырайын деп жатыр. Барып көреміз, қандай деңгейде болады, не болатындығы жайында. Келсеңіздер болады, міндетті түрде менің телеграм каналдарыма тіркеліп алсаңыздар, сол жақта мен шақыратын боламын. Тегін барлығы, келіп, демалып, қыдырып, осындай форматта болады. Біз қазір жақындап қалдық, процессті көрсетемін. Достар, міне біз келдік. Бізді арнайы осындай таксимен алып келді. Тегін барлығы медеу жақтан тегін алып келіп, осы жаққа алып келіп тастады. Мына жақта давайте ішін көрейік. Мына жақта атмосфера бешеный болып тұр. Музыка, адам көп. Кеттік көрейік. Браслет нет. Мейірман. Да. Это ваши бейджи, да? Мейірман и Рустем. Спасибо. Вот, бізге кол партнер деген осындай бөлек бейджик береді. Все, адам өте көп. Давайте мына жақта не болатқандығын көрсетейік. Ойнап отыр адамдар. Жылдан жылға дамып келе жатыр. Бұрын бұл жақта мүлдем аз келетін. Қазір адам көп. Кәдімгі халық уже естіп, біліп, көріп. Енді біздің контенттерімізді көреді. Binance туралы естіп, қазір адам саны көбейген. Мына жақта қараңыздар, адам өте көп. Лайков. Так. Это Кузымун. Ну, конечно же, абсолютно верно. Бүгінгі талқыланып жатқан тақырыптар бұлар біріншіден криптомен айналысқысы келетін адамдардың ең үлкен мәселесі, проблемасы крипто сатып алатын кезде жолдарын білмей жатады, P2P-мен алып жатады. Бірақ ол жақта көп мошеннический схемалар бар, немесе адамдар білмейді қалай алу керектігін. Осы жер бойынша қазір криптоны бірден тікелей кіргізуге жақсы мүмкіндіктер ашылып жатыр екен. Ол бірінші. Вот сегодня Binance работает с банками, то есть у нас уже 3 фиатных канала существует. Сегодня инвестировать в криптоактив
выйти из инвестиций и перевести деньги на свой счет стало очень удобно, с минимальными, да, там, комиссиями и расходами. По многим даже фиатным каналам этих расходов вообще нет. Картадан тікелей сіз Binance'ға криптоны кіргізе аласыз. Комиссиясы өте аз және жылдам. Бірнеше банктермен серіктес болып жұмыс жасап жатыр екен. Мысалы Freedom банктер бұл, одан үлкен Каспи болсын, алдағы уақытта қосылайын деп жатыр. Яғни алдағы уақытта сіздерге крипто бір аяқ астынан бір криптоны алу керек болса, сіздер ешқандай проблемасыз, мәселесіз Binance'ға картадан жіберіп крипто сатып алсаңыздар болады. Криптоның қазіргі деңгейі қандай деңгейде десеңіздер, бұрын криптовалютаны жай ғана адамдар сатып алып, инвестиция жасап, торговля жасайтын болған. Ал қазіргі соңғы уақыттарда кәдімгі үлкен корпорациялар, компаниялар, яғни традиционный бизнестардың өзі, традиционный организациялардың өзі осы крипто саласына келіп жатыр. Біздің елімізде национальный фонд бар, алтын фонды бар, және де пенсионный фонд бар. Қазір енді мемлекеттің өзі криптовалюталық фондты құрастырып жасап, қазір уже сондай фондты да ашып жатыр. Отлично. Такой вопрос. На уровне государства, то есть будет ли государство вкладывать какие-то свои в криптовалюту именно? Но мы уже первый этап видели, когда правительство в лице Министерства цифрового развития сделало первый шаг и создало фонд цифровых активов под их управлением. Как бы сама сумма была небольшая, но, наверное, важен психологический посыл, да, как бы направление самого правительства и государства также инвестировать в цифровые активы. Сейчас мы видим второй шаг, это когда Национальный банк, он управляет несколькими активами, да, наш национальный фонд, пенсионный фонд и золотовалютные резервы, также уже смотрит на цифровые активы как на один из инвестиционных активов. Келесі бізде P2P-мен айналысып жүрген адамдар бар болса, араларыңызда P2P арқылы крипто сатып алып жүрген болсаңыздар, ол жердегі ең үлкен мәселе қандай? Сенімді адамнан сатып алу, немесе ақша жібергеннен кейін, перевод жасалғаннан кейін үлкен проблемалар пайда болып жатыр. Тригорник деген сияқты адамдар алдап кетеді, мошенниктер көп болған. Қазір осы мәселені шешу ең үлкен актуалды тақырып болған. Енді бұны қазір жаңа жерде айтып жатыр. Оны P2P Pro деген қазір функция шығып жатыр. Яғни лицензия алған жай ғана P2P-шниктер емес, кәдімгі компания айналысады. Өзінің бір условиялары бар, соларды орындап өткен лицензиясы бар обменниктер P2P-дан шығады, және сіздер ол жерден барып солардан алсаңыздар болады. Ол жерде енді процестің барлығы барынша жылдам болады деп айтылып жатыр, уәде беріліп жатыр. Тексеріп көру керек, қарау керек. Егер алдағы уақытта осы функция жақсы жұмыс жасайтын болса, онда бұл бәріміз үшін өмір жеңілдейді. Өйткені мәселенің көбісі осы арқылы шешілейін деп тұр. Бізде ешқандай мәселесіз, жылдам, сенімді P2P-дан алсаңыздар болады. Алдағы уақытта осы туралы мен толық түсіндіретін болам. Егер қажет болса YouTube-қа шығады. Бұның барлығы Binance-тың деңгейін көрсетеді. Барлығы осы Binance-тың арқасында сенімділік керек, қауіпсіздік керек. Осының барлығын жұмыстың жасалып жатқандығын бүгін тағы да көрдік. Және жаңа да тақырыптар туралы естіп жатырмыз. Алдағы уақытта қандай өзгерістер болатындығы жайында айтып жатыр. Жалпы осы биржамен жұмыс жасаңыздар, үйреніңіздер криптоны. Егер сенімді, қауіпсіз жерде активті ұстап сауда жасағыңыз келетін болса, онда Binance-ты қолданыңыздар. Оған тіркеліп, верификация өту менің сабақтарымда бар. Ал қалай сауда жасаймын, қандай монета сатып аламын, ол біздің ортамызда беріліп жатыр. Сол жерден бізбен бірге дамысаңыздар болады. Өте көп приздар болды, өте көп сыйлықтар. Адамдардың каждый адам қолына қарасаң, қолдарында сыйлық. Әртүрлі қызықты ойындар болды. Одан бөлек спикерлер ақпаратта берді. Ол жақта айтылған ақпараттар бұл біздің крипто P2P заңдастыру жағы, және де криптовалюта жалпы қалай дамып жатыр, Binance компаниясы не істеп жатыр, сол продукттармен таныстырды. Өте қызық болды. Вот, қараңыздар, адам көп. Айналысыңыздар, осындай мероприятияға келіңіздер.
өте көп сыйлықтар аласыздар және ақпараттар аласыздар. Мен всегда осындай іс-шараларда жүремін. Менімен жолығып, танысып, сөйлесем дейтін болсаңыздар, осы жерге келіп жолықсаңыздар болады. Мына жақта өте көп адамдар танып жатыр, суретке түсіп жатыр, пікір алмасып, сөйлесіп, опыт алмасып жатырмыз. Сіздер де келсеңіздер болады.